Баршаңызға сәлем. Бүгін балаларда респираторлы вирусты инфекциялардың пайда болу себебі, белгілері және емі туралы айтамыз. Дәрігерден пайдалы ақпарат алғыңыз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Вирус жоғары тыныс алу жолдарына түседі. Пайда болу себебі ауру науқаспен контактта болғанда және салқын тию. Клиникалық белгілері: дене қызуы 38-39 градусқа дейін жоғарылауы, мұрын ағуы, мұрынның бітелуі, мазасыздық, тәбет төмендеуі, әлсіздік, тамағының қызаруы, жөтел. Емі: вирусты инфекция кезінде антибиотик тағайындалмайды. Вирусқа қарсы дәрілер дәлелді медицина бойынша әсері зерттелмеген, бірақ кейбір балаларға жақсы әсер етеді. Бірінші, таза ауаны ылғалдандыру қажет. Себебі құрғақ ауа мұрыннан кезінде мұрын құрғап, инфекция төменгі тыныс алу жолдарына түсуі мүмкін. Екінші, мұрынға физиологиялық ерітінді тамызу және тазалау керек. Үшінші, сұйықтықты көп қабылдау керек. Сұйықтықты көп қабылдау токсиндерді ағзадан шығарады және қақырықты сұйылтады. Төртінші, дене қызуы жоғары болғанда қызуды түсіретін дәрілер: ибуфен, нурофен, цифекон, парацетамол сияқты дәрілердің біреуін беру. Егер балада неврологиялық аурулар, тырысу болса, дене қызуын бірден түсіру керек. Баланың аяғы суық болатын болса, уқалап шұлық кигізу керек. Бесінші, айдан асқан балалардың тамағын фурацилинді суға ерітіп тазалауға болады. Ал 3 жастан асқан балалардыкін фурацилин немесе ас содасын сумен араластырып шаюға болады. 5 жасқа дейінгі балаларға жөтелге қарсы қақырықты түсіретін дәрілер беруге болмайды. Себебі бұл дәрілер қақырықты көбейтеді, ал балалар қақырықты шығара алмайды. Сондықтан керісінше асқыну дамуы мүмкін. Көбіне вирусты респираторлы инфекциялар асқынуы бронхит, обструктивті бронхит. Бұл кезде дене қызуы 38-39 градус жоғарылап, 3 күннен көп жоғарылауы мүмкін. Ентігу, қақырықты жөтел, тыныс алу бұзылыстары байқалады. Аускультацияда өкпеде сырылдар анықталады. Зерттеу керек: қан анализі көрсеткіш болса, кеуде қуысына рентгенография. Емі: антибиотикотерапия. Аурудың дәрежесіне қарай сироп немесе укол тағайындалынады. Қақырықты түсіру үшін ингаляция физиологиялық ерітіндімен немесе физиологиялық ерітіндіге бала салмағына қарай бирадуал тамшылары қосып тағайындалынады. Бирадуал бұл тарылған бронх қуысын кеңейтеді. Ауыр дәрежесінде физиологиялық ерітіндімен қосып тәулігіне 4 рет әр 6 сағат сайын жасалынады. Ескерту: бұл ақпараттар танымдық үшін берілді. Міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Өзіңіз емдемеңіз. Бронхит, пневмония туралы білгіңіз келсе, келесі видеолардан көрсеңіз болады.